Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қарапайым ғана заттармен қалай осындай дәмді котлет жасауға болатынын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек заттардың барлығын осылай дайындап алдым. Төменгі описание бөліміне тағы да жазып кететін боламын. Алдымен нанымызға ыстық сүтімізді құйып жібітіп аламыз. Сүттің орнына су қоссаңыздар да болады. Енді пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Қаншалықты ұсақ болса, соншалықты жақсы. Пиязымызды ыдысымызға салып, фаршымызды саламыз. Үстіне тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі бұрыштарды қосуға болады. Енді жібіген нанымызды салып, бір жұмыртқа қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Міне осылай жақсылап араласты. Енді котлет дайындаймыз. Фаршты алып, осылай қолымызбен дөңгелетіп шығамыз да, котлеттің формасына келтіреміз. Котлетімізді дайындап алдық. Менде осынша шықты. Енді ұнымызды алып, котлеттің екі жағын ұнға ұнатып аламыз. Ұн барлық жеріне жағылу қажет. Қызып тұрған майға оттың астын төмендеу етіп қойып, осылай салып аламыз. Келесі бетіне аударып, екі жағында пісіріп аламыз. Піскендерін алып, келесілерін салу арқылы барлығын пісіріп аламыз. Міне барлығын пісіріп алдым. Енді мантоварканың естарына салып, 30-40 минут буға пісіріп аламыз. Котлеттің жанына пюре немесе күріш қосып беруге болады. Міне котлеттеріміз өте жұмсақ әрі дәмді шықты. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.